Ал енді осы АПФ ферменті ол бауырға барады да ангиотензин агенді ангиотензин 1-ге айналдырады, ангиотензин 1-ді ангиотензин 2-ге айналдырады. Яғни осы процесті тездетіп жібереді. Ал ангиотензин 2 ол өз кезегінде қан тамыр қабырғаларын тарылтып, олардың спазмын шақырады. Енді осындай жағдайларда перифериялық қан тамырларының спазмы болып тұр, яғни жиырылып, қан еркін дұрыс өте алмай қалады, сол кезде қан қысымы көтеріліп кетеді. Және осындай жаңағы спазмның әсерінен бүйрекке баратын қанның көлемі де азайып кетеді. Соның нәтижесінде бүйректің ишемиясы туындайды. Ал енді бүйрек осы ишемияға байланысты компенсаторлық механизм ретінде ренинді көп өндіріп шығарады. Ал ренин ангиотензин 1-ді ангиотензин 2-ге айналдырады. Ал арғы механизмді енді жаңағы айта кеткенімдей, сондықтан да стресс, депрессияға түспеңіздер, себебі ол артериялық гипертензияға алып келеді. Егер көп